Алаш партиясының ұстанымын қалайтында көбейіп кетті. Алаш автономиясы түп тамырымен жойылып, совет үкіметі орнағанымен қазақ жерінде қобалжулар мен шағын көтерілістер басылар емес. Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Сәкен Сейфуллин жобасы қайда қалып отыр? Үкіметті басқарған күннен бастап Сәкен Сейфуллиннің әрекеттері ұлтшылдық сипатқа ие бола бастады. Бұйырған. Бұрақана халықтарға ұлтжанды аса беремді басшы болмау керек. Соңғы жылдары олардың арасында оқымыстылар тым көбейіп барады. Бұл қауіпті жағдай. Ал мен елді білімділерді тазалаңдар. Зиялысы түрмеге тоғытылған ел, еркінен айырылған тобыр. Ал қазақ халқы өршекте өсетін сексеуілдей беркут, сексеуілді малтамері шабалмайсын, сексеуілді тек сексеуілді ұрып қана сындыруға болады. Осыны ескеріңдер. Құлғып жатыр қаратұн қалың қазақ баласын, кешікпей ақ қызыл күн шыға келді жарқырап, тұлпарлар да шаттанып тұра алмады арқырап. Күнге жайып құшақты, шақырып бәрін шаттандық, қуантуға ел жұртты, асығып тез аттандық. Жігіттер, әу жігіттер. Арқаным кербес сұлу Көкшетауы